Жайық Бектұров атындағы Қарағанды облыстық жасөспірімдер кітапханасы ұлы ақын Абай Құнанбайұлының 180 жылдық мерейтойына орай Абайдың сөзі қазақтың бойтұмары атты челленджді Шығыс Қазақстан облыстық балалар және жасөспірімдер кітапханасынан қабыл алды. Назарларыңызға ақынның «Жасымда ғылым бар деп ескермедім» атты өлеңін ұсынамыз. Жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім, ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілінен кеш сермедім. Бол махрұм қалмағыма кім жазалы, қолымды дөп сермесем өстермедім, адамның бір қызығы бала деген, баланы оқытуды жек көрмедім. Баламды медресеге біл деп бердім, қызмет қылсын, шен алсын деп бермедім. Өзімде басқа шауып төс көрледім, қазаққа қара сөзге дес бермедім. Еңбегіңді білерлік еш адам жоқ, түбінде тыныш жүргенді теріс көрмедім. Осы челленджді Сағи Жиенбаев атындағы Ақтөбе облыстық жасөспірімдер кітапханасына жолдаймыз.